Тестостерон деген не екенін білесіз бе? Тестостерон ер адам ағзасының құрылымына жауап беретін гормон. Құрсақтағы сәби алғаш пайда болған кезде тек әйел адамға тән белгілерден құралады. Егер ерге тән тестостерон гормоны қалыптасса, 9-шы аптада ғана оның жыныстық анықталады. Яғни ер бала болады. Ал әйелге тән эстроген гормоны көп болса, ол қыз бала болып қалыптасады. Егер ер адам ағзасындағы тестостерон мөлшері қалыпты болса, онда ол денсаулығы жақсы азамат болып саналады. Ал бұл гормон деңгейі төмендеуін мынандай белгілер арқылы анықтауға болады. Мысалы, ми жұмыс істеуі қиындайды, есте сақтау қабілеті нашарлайды, күйзеліс, қоршаған ортаға ешқандай қызығушылығы болмайды, бұлшық ет семіріп, артық салмақ көбейеді, ағзада эстроген деген көбейеді. Яғни әйелге тән деп саналатын қасиеттер басым болады. Шаш түсе бастайды, психологиялық, физиологиялық қиындықтарға төзе алмайтын болып қалады. Ерге тән тестостерон гормоны мен әйелге тән эстроген гормонының графикалық формуласын салыстырар болсақ, айырмашылығы бір ғана сутек атомында және энергетикалық байланысында. Ердің де, әйелдің де ағзасында бұл гормондар қатар жүреді. Айырмашылығы әлбетте қаншалықты деңгейінде болуында ғана. Ер адамның ағзасында әр минут сайын 11 миллион молекула тестостероны бөлінеді. Ал белгілі себептерге байланысты бұл молекулаға сутегі атом қосылып кетсе, тестостерон эстрогенге айналады. Ер адамның әйелге тән деп саналатын мінез көрсетуі осыған байланысты екен. 10 жасқа жеткенше ол бала мен қыз бала бір-бірінен тек анатомиялық тұрғыда ғана, жыныстық бойынша ғана ажыратылады. Жасөспірім жаққа жеткен кезде, 11-12 жасқа жеткенде, ол балада тестостерон гормоны дереу көбейеді де, ерге тән қасиеттері айқындала бастайды. Түрі де, денесі де өзгеріп, денесіне түктер шығып, дауысы жуандайды, сүйек, бұлшық ет, май тіндері де өзгеріске ұшырайды. Тестостерон қалыпты мөлшерде болса, май қабаттары да бақылауда ұстайды. Сондықтан дені сау ер азамат артық салмақ қосуға бейім болады. Бала 16-18 жасқа келгенде тестостерон ерге тән мінез қалыптастырады. Тестостерон деңгейі төмендеуіне не әсер ететінін білесіз бе? Стресс, өтелмеген несиеден бастап, кез келген қаржылық мәселеге, жалпы ер адам психологиясына ауыртпалық түсіретін жағдайдың барлығы тестостерон деңгейін күрт төмендетеді. Мысалға, 3 ай тоқтамай ішімдікке салынған немесе тез арада 20 кг салмақ қосқан адамда тестостерон мүлде бөлінбейтіні дәлелденген. Ауру, сырқау, бастағы және сүйектегі жарақат, бактерия, вирус, басқа да ауру түрлері тестостеронның деңгейін күрт төмендеуіне себеп болады. Дәрі-дәрмек, ойық жараға қарсы немесе құрамында атропин заты бар дәрілер тестостерон жауы екені дәлелденген. Мысалға, қан қысымы, жүрек жұмысы, жүрек соғысы 80-нен аз болса, тестостерон деңгейі де азаяды. Сондықтан жүрекке ауыр салмақ салмаңыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі видеода осы. Егер де сіздерге видео қызықты болса, лайк басып қолдап отырыңыздар. Сіздерге дәрігерлер айтпайтын қызықта құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.